Армысыздар тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бізде бүгін әңгіменің жалғасы. Сол түнгі армандарым көзімнен бұлбұл ұшты. Талғаттың ата-анасы мені жылы қабылдағанымен, Талғат маған үйленгісі келетінін айтқанда, үй іші маған үйленуіне түбегейлі қарсы болыпты. Мұны ертесінде Талғаттың анасымен кездесуге барғанда естіп, бақыт құсы басымнан ұшып кеткендей күйде болдым. Ертесінде жексенбі болғандықтан барлығымыз үйде едік. Бір кезде телефон шырылдап, тұтқаны мен алдым. Сөйтсем, бұл Талғаттың анасы екен. Ол кісі қоңырау шалады деп еш ойламаппын. Анасы мені кездесуге шақырды. Бұл кездесуге Талғат екеуміздің үйленуіміз жайлы ақылдасу үшін шақырып жатқан болар деп қатты толқып кеттім. Сөйтіп Айнұрға шет жағасын айтып едім. Айнұр, мә Гүлко, сен үшін өте қуаныштымын. Талғат керемет жігіт қой. Талғат универдегі талай қыздың арман еді. Саған бұйырыпты. Әрине анасымен кездесіп, сөйлесіп қайт. Талғатты бірге келетін шығар, барып қайт. Мен мамаларға сені емтиханға дайындалуға құрбысына кетті деп айтам деп, мені киіндіріп, бояндырып шығарып салды. Кездесуге Талғаттың анасы жалғыз келіпті. Қаладағы кішігірім, тыныш бір мейрамханада. Іштей болашақ енем деп қоям. Кездесіп, шай алдырдық. Талғаттың анасы жер ортасы жастан асса да, реңін бермеген ажарлы әйел болатын. Салмақпен маған үнсіз біраз қарап отырды да, сөзін бастады. Гүлнұр қызым, сен мен сөйлесейін деп едім. Өзің ақылың бар қыз секілдісің ғой. Ұлымнан 3 жас үлкендігің де бар екен. Дипломды алып жатырсың. Мамандығың құтты болсын. Соның жемісін көріп, қызмет сатысын қалайтын уақытында тұрмысқа шығуға неге асықтың? Біздің Талғат әлі студент. Саған үйленген күнде де ол бізге сеніп, арқа сүйеп отыр. Ағаларыңа еркелеп өскен кенже, ерке ұлымыз. Ол отбасы болуға әлі дайын емес. Оныкі жай, жастық, қызық, қуышылық. Ертеңгі күні отбасы болған соң сен жұмыс істей алмайсың, балалы боласың, дипломың күйіп кетеді. Балалы болған соң бұлай әдемі киініп, боянып, сыланып жүре алмайсың. Бала қарайсың, үй шаруасы бар. Талғат кенжеміз ретінде қолымызда қалатын бала болғандықтан бізге қызмет етесің. Қара шаңырақтан келімді, кетімді қонақ көп болады. Сол кезде Талғат айналасындағы өзінен жас та сұлу қыздарға көзі түсе бастайды. Сол кезде қайтесің? Жаным, ақылымды алсаң, Талғатты ұмыт. Жұмысқа тұр, магистратураға түс, ақылды қызсың ғой. Оның үстіне сенің отбасың біздің отбасымызға тура келмейді. Өзің көргендей, үлкен ұлдың әйелі генералдың қызы. Арланның әйелі осы Алматыдағы атақты жазушының қызы. Ал сен кімсің? Сенің әке шешең жай ауылдағы шаруа адамдары. Ертеңгі күні тойыңдақ сен өз отбасыңнан ұялатын боласың. Абысындарың да сені менсінбейтін болады. Сол үшін қалқам өзіңе тең жігітті ізде, деп әрбір айтқан сөзі мірдің оғындай жанымды бірнеше жаралады. Мен отырған жерімде бір нүктеге қадалып, не айтарымды білмей отырып қалдым. Мұндай ой, отбасым жайлы, теңсіздік жайлы мүлде ойыма келмепті. Кеудем намыстан өртене берді. Тілім байланып қалғандай, Талғаттың анасына ләм-мим деп сөз қайтара алмадым. Анасы осыны айтты да, ұлым сені іздеу мүмкін. Оған ешқандай үміт берме. Егер бізді тыңдамай саған үйленер болса, екеуіңе ешқандай қолдау көрсетпейміз. Той, ақ көйлек, бақуат өмір жайлы армандаушы да болма. Талғат барға тоқшылыққа үйренген бала. Бізде қолдау көрсетпесек, отбасылық өмірдің алғашқы қиындықтарын ақсынып кетеді. Ажырасып үйге қайта келеді. Мен өз баламды жақсы білемін. Сол үшін тең-теңімен, тезек қабымен дегендей, ақылымды алсаң, жұмыс істеп, өз күшіңмен көтеріл. Біреудің дәулетіне қызықпа жаным. Қош сау болып тұр. Жігітті ғой. Дипломыңды жақсылап қорғап шық деп, даяшын шақырып шай ақысын төледі де қоштасып шығып кетті. Мен сол отырған күй үнсіз ана сол орнымда бір шама уақыт отырдым. Бір кезде даяшы келіп, үстелді жинастыра берейін бе, әлде және тапсырыс бересіз бе дегенде ғана есімді жидым. Сөйтіп даяшыға қарап, тең-теңімен, тезек қабымен деппін. Сөйтіп едім, ол көз алақандай болып, мен сізді түсінбедім деп бетіме қарап қалыпты. Мен ыңғайсызданып қалдым. Ойымдағы өз аузымнан шығып кетті ғой. Содан орымнан тұрдым да,
Мән бермеңіз, жай аузымнан шығып кетті, сау болыңыз деп мейрамханадан шығып кеттім. Сыртқа шықсам, көктемнің ызғарлы қара суығы ұрып тұр екен. Мейрамхананы жағалап жүріп келем. Астананың ызғарлы суығы жаңағы Талғаттың анасының сөздерінің қасында түк тимес еді. Саусақтарым суықтан қарысып қалса да түк сезбедім. 2 аялдама жаяу жүріп, бір кезде жол жиегіне такси ұстадым. Үйге жеткен соң есікті Айнұр ашты. Мені тағатсыздана күтіп отырғанға ұқсайды. Нағашы көкемдер бір досына қонаққа кетіпті. Үйде Айнұр жалғыз өзі ғана екен. Мені есіктен кіре сала: «Қош, кездесу қалай өтті? Талғат келді ме? Қашан үйленетін болдыңдар?» деп мені сұрақтың астына алып жатыр. Мен үнсіз ғана бөлмеге кіріп, киімімді ауыстыра бастадым. Айнұр маған сұраулы жүзбен қарап тұр. Бір кезде отыра қалып жылап жібердім. Айнұр жаныма жетіп келіп: «Күлкі, не болды, айтсаңшы, неге жылайсың?» деп құшақтай алды. Мен жылап отырып Талғаттың анасының айтқан сөздерін барлығын Айнұрға айтып бердім. Айнұр таң қалды. Сөйтіп: «Гүлко, мен Талғатпен сөйлесемін. Анасының мұнысы несі?» деп ашуланып жатыр еді. Мен: «Айнұр, Талғатпен сөйлесудің қажеті жоқ. Ендігі мені іздесе жоқ» деп айт. Осымен барлығы бітті. Бұл тақырыпты ендігі қозғамайықшы дедім де, денем қалшылдап барады деп жатып қалдым. Суық өтіп кетті ме, сол күннен кейін қатты ауырып қалдым. Қызуым көтеріліп, 3 күннен кейін есімді жиып орнымнан тұрып, диплом қорғауға дайындала бастадым. Талғат үйге қоңырау шалып мені іздей бастады. Шамасы анасы екеуміздің кездесуіміз жайлы оған айтпаған секілді. Талғат мұнына хабарсыз болып, ештеме түсінбей университетке де келді. Алайда мен онымен кездесуден бас тартып сөйлеспей қойдым. Одан қашқақтай бастадым. Сөйтіп едім, ол Айнұрдан менің неге бұлай етіп жүргенімді сұрапты. Айнұр бастапқыда ештеңе білмегенсіп жүргенімен, кейін Талғат сұрап болмаған соң Айнұр бар шындықты жайып салыпты. Анасының сөздерін де айтып беріпті. Талғат мен ойлағандай одан мүлде хабарсыз екен. Дегенмен Айнұрға үйдегілер қарсы болса да, мен Гүлнұрды сүйемін. Жас айырмашылығымызда үйдегілерде ешкімізге кедергі бола алмайды деп айтыпты. Мұны естігенде жүрек түкпірінде бір үміт оты жарқ ете қалғандай болды. Бірақ анасының сөзі есіме түсіп, көңілім су сепкендей басылып қалды. Күн жылынып, жайма шуақ жаз келіп, диплом қорғайтын уақытта ауылдан ата-анам келді. Сөйтіп жоғары оқу орнын аяқтап, қолыма диплом алдым. Ата-анам менің оқуды бітіргенімді қатты қуанды. Әкем осындағы баяғыда бірге қызмет істеген досымен кездесіп, мен сол кісінің ұлының жеке фирмасында жұмысқа орналастырған болдым. Сөйтіп құжаттарымды реттеп, 2 айдан бір қызметтің орнына сол фирмаға жұмысқа тұратын болып келісіп, ата-анаммен бірге ауылға кетіп қалдым. Әкем 2 ай ауылда демалып қайтасың, миың тынықсын деп алып кетті. Мен де осы аралықта Талғатты ұмытайын, жаңа өмір бастайын деп шештім. Менің кеткеннен кейін ол да мені іздеуін доғарып, үмітін үзетін шығар деп ойладым. Сөйтсем, оның қамқор ата-анасы Талғаттың Мәскеу қаласының жоғарғы оқу орындарының біріне ауыстырып, Мәскеу оқу орнынан диплом алсын деп жиендеріне қосып сонда жіберіпті. Мұны маған Айнұр айтқанда, махаббатымның соңғы нүктесі қойылғанды ұқтым. Сонда да бақыттың кілті еркекте емес, керісінше жігіттер бақыттың кілтін менен іздесін, қол жетпес арман болайын. Талғаттың анасы айтқандай, оқуымды жалғастырып, карьера жасайын деп магистратураға оқуға түсуге шешім қабылдадым. Ауылда бір ай демалып Астанаға қайта келдім. Өйткені магистратураға құжат тапсырып, емтихандарға дайындалуым керек еді. Ата-анам мұныма қарсы болмады. Барынша қолдау көрсетуге тырысты. Әкем жұмыс жағын және сөйлесіп, жарты ставкаға жұмыс істейтін болдым. Жұмысты ең төменнен сату маманы болып бастадым. Талғатты жүрегімнен сызып тастадым. Онымен барлық байланысымды үздім. Тек жұмыстан ғана соғанға зейін қойдым. Күзге қарай сабағым басталып, түске дейін жұмыста, түстен кейін білімді шыңдауға кірістім. Астанаға қылышын сүйретіп қыста келді. Жұмыс, сабақ деп жүріп, уақыт зымырап өтіп жатты. Талғат нағашымның үйіне қоңырау шалып мені сұрайтын. Бастапқыда мені жоқ деп айта салыңдаршы дейтін. Нағашы жеңгем менің сәтсіз аяқталған махаббатымнан хабар бар еді. Ол кісі барлығына түсіністікпен қарап, жаным, әлі жассың ғой, сен ешкімнен де кем емессің, ата-анаң да адал, еңбекқор, керемет адамдар. Осы себепті басыңды тік ұста, оқуыңды, жарқын болашағыңды ойла деп маған ақыл кеңесін айтып,
көп қолдау көрсете білді. Өйткені мен қалаға келіп жүгенсіз кеткен қыздардан емес едім. Нағашыларым менің бір ерсі қылығымды көрген емес еді. Әкемнің үмітін ақтаймын, ұятқа қалдырмаймын деп бар ықыласым тек оқуда болды. Талғат сол студенттік өмірімнің жарқын бір бөлігі еді. Кейін Айнұрға енді Талғат қоңырау шалып мені сұрайтын болса, ол ауылына тұрмысқа шығып кетті деп айтшы дедім. Сөйтіп Талғаттың үмітін мүлде сөндіріп тастағандай болдым. Бұл іштей маған ауыр болғанмен осылай жасауға мәжбүр болдым. Сонан кейін Талғат мүлде хабарласпай сол кеткеннен мол кетті. Солай дегенімен Талғатты іштей қимайтынмын. Кейде қатты жалғызсырап оны сағынатынмын. Сондай кездер оны ұмыту үшін анасының сөздері есіме алатынмын. Анасының сөздері есіме түссе болды, кеудемді ашу ыза кернейтін. Осылай санамдағы ойлардың сан рет арпалысқан кездер болды. Уақыт өте келе оны да ақырындап ұмыта бастадым. Күндіз жұмыста, түстен кейін сабағыма барып жүрдім. Талғатты ұмыту үшін бар жігерімді салып жұмыс істеп, басшылықтың көзіне түсіп, көңілдерінен шыға бастадым. Осылай сату маманынан менеджерге дейін көтерілдім. Табысым да арта бастады. Бизнесінің қыр-сырын жетік меңгере бастадым. Магистратураны аяқтағаннан кейін жұмыс орнымда бір бөлімнің басшысы болып тағайындалдым. Шетелге іс-сапарға шығып, жер көріп, ел көре бастадым. Дүние тамым кеңейіп, бойымдағы баяғы ауылдың қызынан ештеме қалмады. Нағыз іскер ханымға айналдым. Осы кезде әріптес, дос-жаран арасынан маған көз салып, сөз салған жігіттер болды. Алайда ешқайсысы көңіліме жақпады. Сөз салған жігіттерге кекесінмен мысқылдап жауап беремін. Артымнан жүгіртіп, кейбірін үміттендіріп қойып, кейін жоқ деп жауап беретінмін. Осылай жүргенімде жасымда ұлғайып, 25-пен қоштасып, 26-ға қараған шағымда анам хабарласқан сайын, қызым-ау, қашан тұрмыс құрасың? Жасың өтіп барады. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан дегендей, сөз салған жігіттердің барлығын бетін қайыра бермей, сөйлесіп көрсеңші. Кейін өз теңіңді кездестіру қиын болады ғой деп айтатын болды. Содан ата-анамның сөздері әсер етті ме, өзімде ойлана келе, енді сөз салған жігітпен сөйлесіп көрейінші деп шештім. Осылай жүргенімде өзімнен көптен бері бірге жұмыс істейтін Ғалымжан деген жігіт болатын. Бойы ұзын, кең иықты, жауырыны қақпақтай баяғының батырларына ұқсайтын. Бидай өңді, сымбатты жігіт болатын. Жұмыстағы көп қыз келіншектер Ғалым жандарына келе қалса соған қылмыңдап тұратын. Сол Ғалым жаңа әріптестермен атап өтіп жатқан жаңа жылдық кешінде мені көптен бері ұнататындығын айтып көңілін білдірді. Мен одан мұндай қадамды мүлде күтпеген едім. Өйткені бұрын соңды оның тарапынан маған деген қызығушылығын, сезім, әрекет, көз қарасын байқамаған едім. Ғалым тауар жіберетін бөлімде складта жұмыс істейтін. Мен үшін жұмыстағы әріптестердің бір ғана. Көрген жерде сәлеміміз түзу болатын. Осы кеште бұрын байқамаған екенмін. Онымен бетпе-бет келгенде оның жүзінен Талғатқа ұқсайтындығын байқадым. Жымайып күлгенде бетінде пайда болатын шұқыршығы, қоңыр көздері, ақ құба өңі, тіпті шашының түсі де Талғаттікіндей қоңырқай жылтырап тұратын. Жаман жігіт емес секілді. Онымен сөйлесіп көруге бел будым. Жұмысқа тұрғалы осы жылғы жаңа жыл менің алдағы өміріме үлкен өзгеріс әкелетіндей бір жақсылықты көңілім сезгендей болды. Осы жылғы кештен үйге көңілді оралдым. Сол кештен кейін Ғалым екеуміздің жұмыстағы қарым-қатынасымыз өзгере бастады. Екеуміз түскі асқа бірге баратын болдық. Сәйкестік пе әлде жүрегіміз қалап тұрды ма? Әйтеуір екеуміз кешке жұмыстан бірге шығып қаламыз. Ол пәтер жалдап жалғыз тұрады екен. Екеуміз кешкі астананы қыдырып, кешкі ас ішіп, көңіл жарастыра бастадық. Ғалымның ата-анасы Астананың маңындағы бір ауылда тұрады екен. Қолдарында інісі мен келіні бар екен. Әпкесі басқа қалаға тұрмысқа шыққан. Ол да отбасылы, қарапайым адамдар екен. Осы жерде санама сіңіп қалған Талғаттың анасының сөзі есіме түсті. Тең-теңімен, тезек қабымен дегендей, менің отбасыма тең екен ғой деп ойладым. Өзім жоғары білімді, іскер адам болса да, өз-өзімді неге бұлай бағалайтынымды білмен. Сырттай өз-өзіме сенімді көрінгенмен, іштей осылай ойлайды екенмін. Содан екеуміз жақын танысып, сырласып сөйлей бастадық. Ғалымнан неге осы уақытқа дейін үйленбегенсің деп сұрасам, жасыратын жоқ, ұнатқан адамым болды. Онымен азаматтық некеде біраз уақыт бірге тұрдық. Алайда
Үйленеміз деп жүргенімізде ол мансап қуып басқа жаққа кетіп қалды деп өткен өмірі жайлы көп айтқысы келмеді. Мен де ары қарай қазбалай беруді жөн көрмедім. Содан екеуміз бір-бірімізді ұнатып, көңіл қосып, көктем айында отбасын құруға бел байладық. Ата-анам ауылдан жөн жоралғысын жасап, үйден ұзатып салды. Ғалымның үйіне келін болып түскеннен кейін, бір айдан кейін Астанаға ғалымның жалдамалы пәтеріне келіп тұра бастадық. Таңертең жұмысқа бірге барамыз, кешке бірге қайтамыз. Отбасылық өміріміз бір сарынмен жүріп жаттық. Көп ұзамай менің аяғыма ауырлады. Мұныма күйеуім қатты қуанды. Ауылдан ата-енем де жиі келіп тұратын. Содан мен декреттік демалысқа шығып үйде отырдым. Босануға керек жарағымды алып дайындалып жүрген болатынмын. Бір күні үйге аяқ астынан енем келіп қалды. Түнде ыңғайсыз жатып, айым күнім жақындаған сайын жүріп тұруым қиындап, түнімен ұйықтай алмай, сол күні ұйықтап қалыппын. Ғалым таңертең өзі тұрып таңғы асын ішіп, ас бөлмені жинамай, асығып жұмысқа шығып кеткен-ау. Үстелдің үсті шашылып жатыр екен. Есікті ашып, енемді қарсы алған соң, қонақ бөлмеге өте беріңіз дедім де, жуынатын бөлмеге кіріп кеттім. Беті қолымды жуып шықсам, енем ас үйде үстелдің үстін жинап жатыр екен. Мен кіре сала, мама, сіз отыра беріңіз, қазір өзім жинап шай қоямын деп едім. Енем жақтырмаған сыңаймен маған қарап, түске дейін ұйықтап жатырсың ба айналайын? Ғалымға таңғы ас бергенсің бе өзі? Әлде аш кетті ме жұмысқа? Деді. Босанатын уақытын жақындаған сайын түнде ұйықтай алмай жүрмін. Таңға жуық ұйықтап кетіппін, өзі шай ішіп кетіпті деп едім. Енем бір күрсініп алды да. Мен 3 перзент әкелдім өмірге. Аяғым ауыр болса да таңертең ерте тұрып, папама таңғы асын беріп, оны ешқашан аш құрсақ жұмысқа жіберген емеспін. Аяғың ауыр, сен ғана емессің ғой. Ертең бала туасың, мүлде жататын шығарсың дегенде, мен сөзден тосылып не айтарымды да білмей қалдым. Сол күннен бастап енем екеуміздің сөзіміз жараспайтын болды. Одан қалса енем Ғалымға да мені әйелің жатаған, жалқау, олақ, салақ, баяғы жадыра жақсы еді, үй түрлігіне де пысық, тірлігі де шапшаң еді деп, мені Ғалымның азаматтық некедегі әйелімен салыстырып құлағым бұрай береді екен. Мұнымен мен босанғаннан кейін түсіндім. Айым күнім жетіп, 12 сағат толғатып, қатты қиналдым. Сонда енем және кәрі қыз болған соң туа алмай жатыр деп айтыпты. Сөйтіп сәбиім ірі болған соң оның үстіне қан қысым көтеріліп кетіп, мені дәрігерлер кесіртілігімен босандырып алды. Өмірге балпанақтай қыз баланы әкелдім. Наркозан есімді әрең жиып сәбиімді іздедім. Жан сақтау бөліміндегі медбике Гүлнұр ханым, уайымдамаңыз. Қызыңыз балалар бөлімінде палатаға шыққан соң жаныңызға әкеп береді деген соң жүрегім орнына түсті. Сөйтіп әбден кеш болғанда палатаға шығып сәбиімді қолыма алдым. Жанарыма жас үйіліп, аналық сезім оянды. Ғалым хабарласып, қал жағдайымды біліп, төмен жақтан сәбидің жайлықтарымен ыстық тамақ беріп жіберген айтты. Сөйтіп жағдайымыз дұрысталған соң ауруханадан шықтық. Ауылдан ата-анам, әпкелерім мен жеңгелерім келіп, бір қауым ел болып шығарып алды. Енемдер үйде ет асып дастархан жайып қойыпты. Анамдар бір күн қонып ертесінде қайтатын болды. Екінші әпкем жанымда біраз болайын деп еді. Енем өзім қараймын, 40-нан шығарамын, уайымдамаңыздар деген соң ол да қайтып кетті. Сөйтіп енем біздікіне қалды. 40-нан шығуға көмектесемін деген енем, бала қарауды ұмытып қалыппын. Нәзипаш босанған соң өз баласын өзі шомылдырып өзі қарады деп, енем мені емес, мен енемді күттім. Жеңгелер мен әпкелеріме хабарласып отырып, мамам бар ақыл сұрап, қызымның кіндігі түскен соң өзім шомылдырып өзім қарадым. Ғалым таңертең ерте кетіп, кеш келеді. Үйде енем екеуміз ғана боламыз. Ол кісі маған өйтейсің, бүйтейсің дегеннен басқа не балаға қарап жартпады, не маған дұрыс дем алып күтінуіме мүмкіндік бермеді. Бөлмеме кіріп бала емізіп жатып ұйықтап кетемін. Сондай кезде Гүлнұр, шықсаңшы, шай ішейік деп есігімді тықылдатып оятып алатын. Содан бір күні ыстығым көтеріліп қатты ауырып қалдым. Таңертең басымды көтере алмай әзер тұрдым. Төсектің жанындағы сөреден дәрі алып ішейін десем су жоқ екен. Содан әзер тұрып есікке жақындағанда күбірлесіп сөйлесіп жатқан енем мен күйеуімнің дауысын естіп қалдым. Сөйтсем енем, сенің қатының ғана ма бала туған? Ана келін Нәзипашта туа салып баланы да қарап үйдің тіршілігінде жасап жүрді. Өлген жоқ қой, сенің қатының жалқау, бос деген секілді әңгімелер айтып жатыр екен. Ал күйеуім болса, мама қойыңшы, кеше ғана ғой босанғаны, есін жиып алсын да деп жауап қайтарып еді енем. Баланы жастан, қатынды бастан деген. Отыр енді, таңғы асыңды өзің жасап ішіп, ыдыс жуып. Қатын не керек, олай болса деп жатыр еді. Менің шыдамның шегі үзілді.
өз өзімді ұстай алмай қалдым. Бөлмеден атып шығып, мама болды жетер енді. Ұлыңызды неге маған қарай қайрап отырсыз? Неге біздің отбасылық өмірімізге араласа бересіз? Маған көмектеспесеңіз де тыныштық беріңіз деп айғайлап жіберіп едім. Енем, әй келін, сен орныңды біл, сен кімсің маған айғайлайтын? Мені қуып жатырсың ба деп түрі түтігіп кетті. Осы кезде ғалым ұшып тұрып күтпеген жерден жұдырықпен бір ұрғанда мен анадай жерге ұшып түсіп есімді жоғалттым. Содан көзім көгеріп 39-40 градус температурамен жедел жәрдем келіп көмек көрсетіп, ыстығым түскен соң есімді жидым. Сөйтсем енемен жолдасым мені басы айналып құлап бетін соғып алды депті. Мен үндемедім, ләм-мим деп үнін қатпадым. Барлығын ішке жұттым. Жолдасым аяқ жағымда кешірім сұрап жалынып жалпайып отыр. Енем болса қызымды алып қолыма қонақ бөлмеде отыр екен. Сол күні орнымнан тұрмадым. Жүрегім қысылып, үнсіз қыстағы жыладым. Бір кезде енем кіріп қызымды жаныма жатқызып, Гүлнұр, баланың қарны ашты, емізесің ғой деймін. Мен жиналып қойдым. Ғалым автобекетке шығарып салады. Ауылға қайтамын деп еді, мен үндемедім. Қызыма омырауымды беріп жата бердім. Бір кезде сыртқы есік сырт етіп жабылды. Енем мен ғалым шығып кеткен соң, мен дереу орнымнан тұрдым да өзіме қажетті құжаттарым мен қызымның жайлылықтарын алдым да нағашымның үйіне кетіп қалдым. Сөйтіп сол кеткеннен бір жолата ажырасып кеттім. Отбасылық өмірге қадам басқан кеше ғана болған мен аз ғана уақыттың ішінде жалғыз басты ана статусына ие болдым. Дегенмен өткеніме ешқандай өкінішім жоқ. Өйткені мен үшін бақыттың кілті еркекте емес. Менің ұстанымым бойынша бақыт әр адамның өз бойында, ойында, өмірлік ұстамдарында. Тағдыр деп тағдырды да кінәлауға болмайды. Өйткені тағдырың өз қолыңда дегендей, тағдырдың көлеңкелі тұстарынан күн сәулесіне қарай өзіміз жол таба аламыз. Бастысы денсаулық пен жанымыз тыныш болсын. Жаның тыныш болса, миың да тыныш, ми тыныш болса, жұмысың да берекелі, еңбегің берекелі болып жатса, әл ауқатың да, тұрмысың да жақсы болады. Өмір бір-ақ рет беріледі, бақытың өз қолында. Мен нағашым Келімбет көкемнің үйіне кетіп қалған соң, ғалым қоңырау шалып менің сонда екенімді білді. Білгенмен артымнан бірден келмеді. 3-ші күн дегенде кешке қарай келіп, Гүлнұр, кім байынан таяқ жемейді? Барлығы да таяқ жейді. Таяқ жемейтін қатын жоқ шығар. Не болды сонша бір ұрғаннан кетіп қалғаның? Енді мен сені шешеме қаратып айғайлатып қойып үндемей отыра берейін бе? Дейді бетіме қарап сабырлы түрде. Осылай болуы қалыпты жағдай секілді. Мен оған ақталып бірдеңені түсіндіріп жатпадым. Өйткені ол бәрібір мен түсінбейтін еді. Ғалым орта білімді еді. Жұмысты қоймада тауар жіберетін жерде жүргізуші, жүк тасушылармен бірге жұмыс істейтін. Ата-анасы араласатын ортасы да таным түсінігі бойынша әлде қайда артта қалып қалған еді. Менің қателігім оны дұрыс білмей, ата-анасын да дұрыс білмей жатып, асығыстау шешім қабылдап тұрмысқа шығып кеткенім еді. Екеуміз бірге тұра бастағанда ғана оның көп кемшіліктерін байқай бастадым. Сонда да көп нәрсеге көз жұма қарадым. Оның үстіне екеуміз үйлене салып, аяғым ауыр болды. Егер өзім секілді көзі ашық, көкірегі ояу, пайым парасаты жоғары жан болғанда, мүмкін жақсы отбасы болып кетер ме едік деп ойландым. Қандай ер азамат кеше ғана оның перзентін өмірге әкеліп, аяқ қолын бауырына да алмаған әйел адамды еркек тұрғандай жұдырықтайды. Бір қол көтерген адам екінші рет және қол көтереді. Енем де өзі әйел бола тұра, әйелдің жанын түсіне алмай, байырғы бір құрсаудан айналып шыға алмай қалған, өзіндік түсінігімен көзі ашық, көкірегі ояу, әдет ғұрпты білетін, тағам дайындап, кір жуу, үй шаруасы, іс тігу, анамыз жастайымыздан баулып, өмірді көріп келе жатқан маған қандай үлгі өнеге парасат көрсетті. Тырнақ астынан кіріздеп отыратын. Босанған соң есімді жиюға да мұрша бермеді. Бұл қазіргі қоғамдағы өте өзекті мәселе. Келін мен ененің жыры емес. Қазақтың менталитетіндегі бойға сіңіп кеткен әдет дейін бе, әлде көзге үйреншікті жағдай ма, білмедім. Келінді құлдай көру, әйелді қызметші, басы байлы затындай көру. Мен өзімді ондай өмірге лайықты санамадым. Мен ондай ененің сөзін естіп, байға қадірсіз болып оған перзент туып беріп, қызметін жасап, және таяғын жеп, көзім көгеріп, езіліп отыра беретін жан емеспін. Өмір бір-ақ рет беріледі. Ондай адаммен тағдырымды тоғыстырғанша, жалғыз өзім өмір сүргенім артық еді. Бастапқыда Талғаттың анасы бізге тең емессің деді. Кейін
әл ауқаты өзіме тең адамға тұрмысқа шықтым. Ол жерде не көрдім? Пәтер жалдап тұрдық. Нәпсісін тыя алмайтын, жанымды түсіне алмаған адаммен өмірімді қор етуім керек пе? Қызым мұндайды көргенше көрмеген артық деп шештім. Ғалымның айтуынша байдан таяқ жеу бұл қалыпты жағдай екен. Алайда мен үшін бұл надандық. Мен әпкелерімнің тағдырын қайталағым келмеді. Бақытсыз болып өмір сүргім келмеді. Сөйтіп екеуімнен ажырасып, бар жиған тергенімді көзімді жұмып тәуекел деп Алматыға көшіп кеттім. Алдымен ата-анам, кейінгісі жұмысымдағы басшылықтың арқасында, сол жердегі адал дос құрбылардың арқасында қаладан бір бөлмелі пәтер сатып алдым. Анамдар ауылға кел деп еді, оған келіспедім. Әпкем айтқандай оларға мысыл болып, жеңгелеріме сүйкімсіз болып отырғым келмеді. Сөйтіп қырқымнан шыққанша анам келіп қарасты. Сосын емізетін бала күтуші жалдап, жұмысымның филиалына жұмысқа шықтым. Әрине бастапқыда қиын болды, бірақ сонда да мойымадым. Мен жалғыз емеспін, енді қызым бар деп екеуміз үшін тырыстым. Қызым 1 жасқа толғанда бар жиған қаражатымен тәуекел етіп жеке бизнесімді аштым. Бұл істің қыр-сырын әу бастан жақсы меңгергендіктен ісім алға басып, бизнесім дөңгеленіп, 2 жылда 1 бөлмелі пәтерімді сатып, 3 бөлмелі пәтер алдым. Онан кейін 2-ші дүкенімді ашып, астыма көлік алдым. Қызымды жақсы мектепке бердім. Демалыстарда шетелге шығып саяхаттап қайтатынбыз. Қазір де жағдайым жақсы, Аллаға шүкір деймін. Ғалыммен ажырасып кеткеннен кейін көп ұзамай оның бір келіншекпен бірге тұрып жатқан естідім. Екеуміз ажырасып кеткеннен кейін артымыздан іздеп келмеді. Қызын да іздемеді де, сұрамады да. Бірақ мен қызымның туған әкесімен араласуына ешқашан қарсы болған емеспін. Оны жамандаған да емеспін. Өмір алда. Егер әкемді көремін, танысып араласам десе, қарсы болмаймын. Ал ата-анам, әпке бауырларым, нағашым барлығы аман есен жүріп жатыр. Іштей осы жаныма жақын жандардың амандығын тілеп жүремін. Айнұр сіңілім университетті аяқтаған соң шетелге оқуға кетіп, сол жақта қалып жұмыс істеп жүр. Өзі секілді оқыған жақсы ер-заматқа тұрмысқа шығып, 2 ұл тәрбиелеп отыр. Мен жалғыз емеспін. Қазіргі таңда жанымда мені түсінетін, қадірлеп, алақанына салып, аялап жүрген, ең алдымен дос болған 2-ші өмірлік жолдасым бар. Айдар екеуміз ортақ достарымыз бар, жақсы араласатын жандар едік. Айдардың әйелі жанына өте жақсы келіншек еді. Кіші ұлын босанғаннан кейін комаға түсіп, өмірден озды. Айдар 2 ұлмен жалғыз қалды. Біз достарымызбен Айдарға барынша қолдау көрсетуге тырыстық. Айдар жоғары білімді, жақсы жерде қызмет істейтін, түсінігі мол, нағыз ер-азамат болатын. Жұмыс бабымен шетелге көп шығатын. Сонда кішкентай ұлына мен көп қарасып жүрдім. Үлкені колледжде оқитын, өте тәрбиелі, жақсы бозбала болатын. Осы сәбиге қарасып жүріп, оған бауыр баса бастадым. Қызым да оны жақсы көріп кетті. Сөйтіп Айдар екеуміз бір-бірімізді бұрыннан білетін жандармыз. Ол да жалғыз, мен де жалғыз. Алдымен балалар толыққанды отбасы болсын деп отбасын құрдық. Тең-теңмен, тезек қабымен деген сөздің астарында тек қана әлеуметтік теңсіздік қана емес, адамның білім деңгейі, дүние танымы, пайым, парасаты, өмір жайлы түсінігі, көзқарастары да ортақ болуы керек шығар. Осы тұрғыдан біз Айдар екеуміз тең едік. Соңғы бөлімдердегі пікірлерді оқысам, ғалымға шыдамасаң, онда көкірексің, тағы да басқа деп жатыр екенсіздер. Мен үшін ондай адамға шығуым керек. Жастығымда таяқ жеп, көзім көгеріп, өзімді тірідей көміп тастауым керек пе еді? Бақыт деген осы деп, сондай адамға байланып қалу керек пе еді? Бақыт адамның өз қолында. Мен өз жүрек қалауыммен істедім. Менің бақытым балаларым, анасыз қалған балаларға жақсы ана болып отырмын. Толыққанды үйлесімді отбасымыз. Сүйікті ісім бар. Жанымды айтқызбай-ақ ұғатын жолдасымен үйлесімділікте өмір сүріп жатырмыз. Айтқым келген негізгі ойым, әйелдер қауымы өз-өздеріңізді қадірлеңіздер. Сізді ұрып-соғып қадіріңізге жетпейтін еркекке байланып қалмаңыздар. Бала үшін дегенмен де бала да әкеден үлгі өнеге алады. Өйткені ата-анам мен үшін идеал болды. Отбасы деген осындай болуы керек деп бізде ата-анамызға қарап өстік. Осы себепті де сондай отбасы болуға тырысамыз. Мен ешкімді ажырасуға үндеп жатқан жоқпын. Әйелдер өз-өзін бағаласа, қадірлесе екен деймін. Баршаңызға рахмет.